Өкше неге жарылады? Бұл сұраққа ойланып көрдіңіз бе? Жоқ, әлде оның да өз себеп болатынын білмедіңіз бе? Бүгін сол туралы айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, жазылуды ұмытпаңыз. Бұрын аналарымыздың да, жеңгелеріміздің де өкшесі үнемі жарылып тұратын. Сосын біз де автоматты түрде мұны қалыпты нәрсе деп ойлаймыз. Яғни қалыпты құбылыс сияқты. Бірақ өкшедегі күйіп кеткен терінің қабыршақ болып бөлінуі құрғай беретіні өте ыңғайсыз, я? Кәдімгідей дискомфорт. Аптекаға барып, талай кремді алып тастағанда шығарсыздар, бірақ өкшенің жарылғаны креммен емделмейді. Себебі бұл мәселенің түпкі тамыры ағзаның сыртынан емес, ішінен басталады. Сонымен өкше неге жарылады? А, С, Е, Б тобының дәрумендері жетпегенде, немесе оларды көп мөлшерде қолданғанда, тері ауруларында, грибокты инфекцияда, дерматиттерде, аллергияда, эндокринді жүйенің созылмалы түрлерінде, гипотиреоз, қант диабеті, асқазан ішек жолдары жұмысының бұзылуынан, тар аяқ киім кигеннен де өкше жарылуы мүмкін. Мұндайда өлі клеткалар тері бетінде қабыршақтанбай, керісінше тығыздалып, қатты теріге айналады, тілінеді. Ол аздай біз күні бойы аяқ киіммен жүреміз, тағы үйге келіп, носки киіп аламыз. Жарылған өкшені қалай емдейміз? Ол үшін ең алдымен анализдер тапсыру керек. Қандағы қант деңгейін, қалқанша безі гормондарын, асқазан жолдарын тексерту керек. Және тағы бір ескерту, жарылған өкшені ыстық суға салып жібітіп, темір ысқышпен ысқылауға немесе өліп қалған теріні кесіп алып тастауға болмайды. Ағзаңыздағы ақауды білген соң дәрігер емнен кейін крем с мочевиной алып жағыңыз, сонан соң силиконовый носки киіп жатыңыз. Сонымен қатар салициловая кислота деген пластырь бар. Онымен ұқыпты болыңыздар. Дәрігердің кеңесінен соң қолдану керек, себебі құрамында қышқыл бар. Өкшеге киетін силиконовый носки жүрген кезде өкшедегі ауырсынудың алдын алады. Өкшенің терісін ылғандандырып жаңартады. Ұсақ жаралардың жазылуына әсер етеді. Медициналық силиконнан дайындалған.